Адамның суға батып жатқанын қалай анықтауға болады? Bir орында тырбаңдайды, аузын ашық ұстап басын артқа қарай тартады, қол бұлғамайды, айқайламайды. Жазатайым жағдайды болдырмау үшін таныс емес және тыйым салынған жерлерде шомылмаңыз, көпірлерден, бөгеттерден, айлақтардан суға секірмеңіз. Шомылып жатқан балаларды қараусыз қалдырмаңыз. Батып бара жатсаңыз дүрлікпеңіз. Су бетіне қол аяғыңызды жайып жатыңыз, басыңызды жоғары қаратыңыз. Суда қауіпсіздік шараларын сақтаңыз. Төтенше жағдайға тап болсаңыз 112 нөміріне хабарласыңыз. Как понять, что человек тонет, тонущий, барахтается на одном месте, голова откинута назад, рот открыт, не машет руками, не кричит? Во избежание несчастных случаев не купайтесь в незнакомых и запрещенных местах, не прыгайте с обрывов, мостов и пирсов, никогда не оставляйте детей у воды без присмотра. Если вы начали тонуть, не паникуйте. Ложитесь на воду лицом вверх, раскинув руки и ноги. Соблюдайте правила безопасности на воде. В чрезвычайных ситуациях звоните 112.